аға қарындас болып араластық, өзіміздің ортамыз болды, КВН-де араласатын ағаларымызбен. Сонымен аға деп жүріп, оның көзі басқаша екен, менің ойым тек қана аға болды. Сонымен соңында осындай қалай тұрмысқа шыққан білмей қалдым негізі өзім. Барлығы аяқ астынан болды. 2 аптада той болды, той күні белгіледі. Сонымен тез көзді ашынғанша қалай тұрмысқа шыққан білмей қалдым өзім. Дайын болған жоқпын. Дуаланып қалған сияқты сезім болды ма? Бір дуалап алған сияқты сезім болды ма? Басында соңына дейін негізі аға деп жүрдім. Жігіт ретінде мүлдем қараған жоқпын, қабылдаған жоқпын. Ол мені қарындасым деп инстаграмнан салғаннан кейін көп андай жазулар келді, сырттағы ағаларымыздан келді, күшті парасынар, сені қатты жақсы көреді, сені бақытты етеді деген сияқты. Сонымен мен қалай көнгенімді білмей қалдым сол моментте. Потом ұзату кезде ғана мен не істеп жатырмын, жақсы көрмейтін адамға қалай тұрмысқа шығып жатырмын деп ойланып, енді ол кезде ят деген бар ғой, қонақтардың барлығы жиналып қойғаннан кейін не үшін ондай келді саған? Ол не маскасын шешті ма, сол кезінде бір жаман әдетін байқадың ба, немесе жай ғана жақсы көрмейтініңді сол кезінде ғана білдің ба? Ол кезде мен не үшін тұрмысқа шығып жатырмын, бұл адамға деген махаббатым да жоқ, жақсы көрмеймін да мүлдем, жігіт ретінде де қабылдамаймын деген ой келді сол моментте. Ал оған дейін жан-жақтағы айтқан адамдардың айтуымен еріп кеттім. Қиын жағдай. Инстаграмда барлығы айтады, қалай қарадым деп. Негізі жаңа айтқандай жігіт қыз ретінде жүрген жоқпыз. Общий ортақ аға таныстарымыз болғаннан кейін солай ғана қарағанмын. Жоқ, жалпы енді жақсы көрмей адамға тұрмысқа шығу дұрыс па? Дұрыс емес пе? Ол кезде менде главное мен жақсы көрсе болды деген не болған. Мен жақсы көрсе, значит мені бақытты етеді. Ол сені жақсы көре ме екен?